Сәлем достар, сіздермен Азиза. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын таңғы ас жасап үйренеміз. Ол үшін бізге авокадо, қаймақ, нан қажет болады. Қаймақтың орнына майонез қолдануларыңызға болады. Ең алдымен авокадомызды жуып тазалап алып, екіге бөліп дайындап аламыз. Одан кейін авокадомыздың сыртын тазалап, екіге бөліп дайындап аламыз. Дайын болған авокадомызды 4-5-ке бөліп, блендерға салып, езінді жасаймыз. Біздің авокадомыз дайын. Ендігі кезек нанда. Нанды тостерға салып күйдіріп аламыз. Дайын болған нанымыздың үстіне қаймағымызды жағып, үстіне авокадо езінсін біркелкетіп жағып дайындап аламыз. Өте дәмді, құнарлы таңғы асымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын!